білім арқылы мықты мемлекет жасауға болатынын түсінген мемлекеттер бар. Ақпарат өте көп қазір. Ақпараттың ішінен ақпарат іздеп отырған заман болып тұр қазір да. Бәрін көрсетіп кеткен, абайдан артық айтқан қазақтың арасында мен әлі азаматты көрген жоқ шығармын деп ойлаймын. Сәлеметсіздер ме? 32-ші подкаст көрермендері. Бүгін бізде қонақта Төлембет Бақытжан мырза. Және де мен подкастты жүргізуші Ақын Нұрбақыт және номер 32-ші білім беретін мектептің озат ұйымының төрағасы болып табыламын. Бүгінгі подкаст өте керемет болады деген үміттемін. Және ең бірінші қойғым келетін сұрақ бұл мамандықпен жол туралы сізден сұрағым келіп тұр. Неліктен дәл осы білім саласын таңдадыңыз? Мүмкін таңдауыңызға нақты не түрткі болды? Өмірлік сұрақ қой кәдімгідей. Негізі мен 7-8 сыныпта дәрігер боламын деген. Себебі біздің әулет отбасымыз көп дәрігерлер шыққан. Атамыз сынықшы болған дегендей. Бірақ 9 сыныпқа жақындаған кезде әскери адам боламын деп мен Көкшетаудағы кадет корпусына Шоқан Уәлихановқа дайындалдым біраз. Содан ойлана келе оған да бармадым, тапсырмадым. Кейін осы халық ел ісіне барынша араласатын балалардың ортасында болғым келіп, сосын жалпы мемлекетті құрайтын негізгі нәрсе ол білім екенін ұққандықтан ағылшынша айтады, мынау ағылшын елдері education based nation дейді, яғни білімге сүйенген мемлекет. Білім арқылы мықты мемлекет жасауға болатынын түсінген мемлекеттер бар. Солардың тәжірибесін қарай келе осы педагогика жалпы білім саласына саналы түрде бет бұрдым және осылай жұмыс жасап келеміз. Керемет. Келесі қоятын сұрағым, мен өзім бос уақытымда фильм, музыка немесе басқа да іс-әрекетпен айналысқанды өте жақсы көремін. Ал сізді шабыттандыратын музыка, фильм немесе кітап бар ма? Бар. Айта кетсеңіз. Кітап бар, кино бар, арасында театрға барып тұрамын. Маған негізі көп ой салған екі кітап болды деп айтсам болады. Бірі мынау Таласбек Әсемқұловтың Тал түс деген кітабы бар. Және көрермен оқырман достарыма да оқуға кеңес беремін. Сол жерде Тал түсте бұрын қазақ мектебі Нұрбақыт былай ғой. Біз қазір жайлы мектепте отырмыз, келешек мектебінде. Бұған дейін мысалы білімнің тарихы деген нәрсе бар. Бұрын мектептер қандай болды деген адамда кез келген адамда сұрақ болады. Бұрын менің арғы атам, сіздің арғы атаңыз, 7-ші атаңыз, 6-ші атаңыз қандай мектепте оқыды? Сол білімнің тарихы дегеннен шығады. Яғни ол ұстазға еліктеу арқылы, ұстаздың қасында жүру арқылы үйренген нәрселер бар да. Ұсташылықты, темір соғуды, тері илеуді, сондай нәрселерді үйренген. Сол жаңағы Тал түсте осы нәрсені жақсы көрсетеді. Және де бір жақсы эпизод есімде қалған. Бір қариямен жаңағы кейіпкер бала амандасып тұрған кезде ассалаумағалейкум дейді, уағалейкум ассалам дейді. Сол кезде қарияның айтқан сөзі айналайын мұғалім бол дейді. Көрдіңіз ба? Яғни мұғалімдіктің статусы, бағасы осындан көрініп отырады деп ойлаймын. Және де екінші кітап ол мынау Робертстің ғой деймін. Орысша негізі түбі ағылшынша кітап «Три чашки чая» деген бар. Олда да мектептің маңызын, ел арасындағы, ауылдағы мектептің қандай құдіретке ие екенін, мектеп арқылы мықты нәрсе жасауға болатынын көрсетеді. Мысалы, кез келген ауылға барсаңыздар, емхана немесе мәдениет үйі болмауы мүмкін. Халыққа қызмет орталығы дейміз ғой, ол болмауы мүмкін. Бірақ бір нәрсе болады, ол не? Мектеп болады. Кез келген ауылда. Сондықтан да мектептің құдіреті, күші өте жоғары. Және де оқушыларға келетін болсақ, оқушылар екі түрге бөлінуі мүмкін. Біреуі еңбекқор болуы мүмкін, біреуі жалқау болуы мүмкін. Осы бүгінгі оқушылардың ең мықты жағы неде деп ойлайсыз? Оқушылардың ең мықты жағы, мынау мен қазір байқауымша ақпараттық қоғам дейміз ғой. Ақпарат тез сіңіріп, өңдеп алуында болып тұр. Өкінішке орай олай ол тек жақсы ақпарат қана емес, теріс ақпарат келсе де оны тез сіңіріп алуында болып тұр да. Енді біз педагогтар, білім саласында жүрген азаматтар осы оқушыларға дұрыс мәліметті, ақпарат өте көп қазір. Ақпараттың ішінен ақпарат іздеп отырған заман болып тұр қазір да. Ақпараттың ішінен ақпарат. Қазір YouTube ашсаңыз да, Google ашсаңыз да,
чат GPT Gemini'ді ашсаңыз да толып тұр. Бірақ ақпараттың ішінен қамырдан қыл суырғандай дұрыс ақпаратты шығарып алу сол үлкен қасиет тұр. Бірақ ондай балалардың қазір ақпаратты тез меңгеруі осындай жақсы қасиеттері бар. Келесі сұрағым, әр адамның өзінің арманы болады. Біреуіне жетті, біреуіне жетпеді деген секілді. Қазір бір арманыңызды орындауға мүмкіндік болса, не істер едіңіз? Ойландыратын сұрақ. Бізге дейін де қазақтың зиялылары көп еңбектенді ғой. Әсіресе Түркістан өңірінен. Қазір ғана мен ата-аналармен жиналыста жолығып айтып отырмыз. Оңдасынов болсын, Нәзір Төреқұлов болсын, Қожанов болсын, Өзбекәлі Жәнібек болсын, және де көптеген азаматтар шыққан. Менің арманым осы ел деп тұтас айтпай тұра тұрайын, өзім жұмыс жасап жатқан өңір қазір Түркістан қаласында осы тарихи хронологиялық потенциалы бар бізден мықты азаматтар шығаруға. Менің арманым осы Түркістан қаласындағы 60 мың баланың ішінен сөз ұстайтын, сөзге тұратын, және табанды мінезі бар, алдына стратегиялық бағытты қоя білетін, тұрмыстың ауыртпашылығына жеңілмейтін, бұрылмайтын, мойынды сынбайтын, сондай қажырлы, мықты 60 мыңның арасынан бір 60 бала, 600 бала шықса, ол басқаларға да арифметикалық, геометриялық прогрессиямен беріліп, ол балалардың қатары көбейеді. Сондай мықты тұлғалар біз президенттің сөзімен айтқанда адал азаматтарды көптеп шығарғымыз келеді. Дұрыс, Бақытжан мырза. Және соңғы сұрағым айтып кететін болса, сіздің ойыңызша нағыз адам ететін үш қасиет қандай? Адамды адам ететін үш қасиетті бізге дейін зерттеп, оның концепциясын жасап, бәрін көрсетіп кеткен, абайдан артық айтқан қазақтың арасында мен әлі азаматты көрген жоқ шығармын деп ойлаймын. Сіз де оған келісесіз, Нұрбақыт. Ол абай атамыз айтқан адамның үш асыл қасиеті бар дейді. Нұрлы ақыл, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Мен осы нәрсені Жапонияға барған кезде алдымнан шықты. Оларда Zest for Life деген концепция жасаған. Сол Zest for Life деген, яғни былайша айтқан кезде өмірге құштарлық дейді. Өмірдің сапасын арттыру. Академиялық білім ғана емес. Соның түбін қарап, мақалаларды, ағылшын мақалаларды қарап отырсам, дәл осы абайдың идеясымен үндес келеді екен. Яғни ыстық қайрат дегені сіздің мықты мынау физиологиялық дене тұрғысынан және де ой тұрғысынан мықты қайратты азамат болуы адамның бірінші қасиеті. Одан кейін нұрлы ақыл деп отырғаны ол біліміңіз, алып отырған академиялық біліміңіз. Қазір мектепте химия, биология, математиканы алып отырмыз. Сосын ыстық жүрек дегені ол біздің жаңа ғана талқылап шыққанымыз тәрбие мәселесі. Оның ішінде soft skills да кіреді, коммуникация да кіреді, қоғаммен, достарыңмен, ата-анаңмен, туған туыс бауырыңмен, ұстазыңмен жылы қарым-қатынасты құра білсе, осы үш қасиет адамның бойынан табылса, мықты азамат. Толық адам дейді ғой абай. Сол толық адам сол кезде шығар еді. Керемет. Бүгінгі сұрақтар аяқталды. Бүгінгі подкаст өте керемет болды. Сізге рахмет осы біздің подкастымызға келгеніңіз үшін. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар. Жақсы, аман болыңыздар.